Дедіңк. Ал, влог басталды. Біз анашым екеуміз автобусқа мініп алып, Сеулге қарай жолға шықтық. Және Сеулге барар жолда қандай қызықтар болды, немен бардық, қалай бардық деген сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандағындай осы қоршау неге тұр? Менде де басында сұрақ болған. Сөйтсем, бұл қоршау сыртқа қарай дауысты өткізбейтін арнайы жасалған қоршау екен. Кәрістердің бастары қатысты дейді. Енді қарасаңыздар, жолдың үстінен жол салып, көпірдің үстінен көпір салатын тек қана кәрістер шығар. Енді болар да түсінуге болады, жерлер тар ғой. Саданг деген жерге келіп, қазір ары қарай Сеулге қарай кету керек. Шамал тамшылап, тамшы тамшылар, тамады тамшылар деген сияқты. Тамшылап бір жаңбыр жауып тұрған сияқты. Жаңбыр жауайын деп тұр ма? Иә, сол жаңбыр жауайын деп тұр ма, или жаңбыр жауып тұр негізі. Жақта движение көп, көріп тұрғандарыңыздай. Көп движение, ойбай. Адасып қалмасақ болды, мынам қолыңыздан ұстап жүрейінші депші. Жастардың бір осылай киінеді, сіз неғыса, бүйт неғымаңыз. Бұл жақта біздікіндей бір метро емес, любой жерге апарып тастайтын. Бұл жақта кәдімгі линиямен андай цифралар тұрады. Жақта 4 деп тұр да, мысалы ше, арғы бетінде 3 деп тұр. Әр цифраның бір баратын орны бөлек-бөлек болады екен да бұл жақта. Барлығы жиналып, концертке ма болады ғой, бізде мейрамдар кезінде адам көбейіп кетеді ғой. Сол сияқты адам көп жүрді. Оказывается, уақытта күнделікті өмірлерінде де күндегі движениесі осындай ғой. Ой алла. Барлығы өз тірліктермен кетіп баратыр. Ешкімде шаруасы жоқ айтыр. Қалай жалпы сіздерге жақсы информация беріп жатырмын ба? Жақсы информация беріп жатқан болсам, астына лайктарыңызды басып, комментарияларыңыз жазып, қолдау білдіріп, каналға жазылып, мені қолдап кетіңіздер, Сіздер мені қолдап отсаңыздар, мен бұдан да керемет блогтарды шығарам деген ойдамын, және сондай настройдамын. Настройдамын, жарайды, все, дерзкий, андай-мындай деген орысша бір сөздік қорларыңды қолданбай ақ қойсаң, сен қазақша жүргізіп жатқан екен, тек қана қазақша жүргізші деп айтып жатқан жандар бар. Ол жандар ренжімесін енді. Енді кетіп қала береді ғой енді сөз арасында. Кезі келген мен қазақпын деген, ойбай деген адамның өзінде де ондай болып тұрады. Сол үшін оған қатты бір мән бере бермейміз, Анан іші салқын екен. Қандай ойыншықтар бар, кішкентай. Әдемі, өте сүйкімді. Осындай бір қораптың ішіне тәттілерін салып қойған. Игрушкаларын салып қойған, осылай подарка жасап қойыпты. Аюлары бар. Ол не? Асқалақтық мына. Қалындықы некі болады. Мына рибной. Мына қалындықы дейсің бе? Білмеймін. Бірінші жетіп алайық, сосын жейікші. Салмай мен сумкама, ал, ұстап, ал, ұстасы, Сияды, бірақ. Нан абалды да, айдамда, сояқтадан барғаннан кейін метроның жетіп алайық. Сосын аламыз ғой десем, жоқ оқта қымбаты осы жақтан алып жеп барам дейді да. Мен салатын жер таппай қалды. Айттым, қазір салатын жер таппай қаласың дебім. Тыңдамады, барлығы дерлік жастардың. Біздікіндей бір түсті киім кимейді, сары жасыл көк, қызыл жасыл қара, сондай араластырып кетті бір. Қарасаң көзін жауын алады. Метроға қарай түсіп бара жатырмыз. Қызықтың бәрі негізі метрода ғой. Түсіп алайық, не бар екен көреміз сосын. Адам көп қой тек, ойбой. Құжынаған адам бұлай өтіп баратқан. Қай жағына баратынымызды қазір білмейміз, но баратырық. Прям жүгіріп жатыр ғой елді. Осы шақара екен. Ой, топырлаған елдер. Адам көп қой мұнда, құдай. Адам көп қой тегі. Мақтан сұрап көру керек тағы. Ал, түстік ал. Ел жұрттан бәрін сұрастырып біліп, қаяққа жүреміз деп айтыр, тауып алдық.
Адамдардың барлығы айтыр асығыс. Қағып, соғып, итеріп. Кешіріңіз деп қойыпшы. Менің картам дұрыс болмай жатыр ма, или өзім қолдана алмай жатырмын ба? Андай картаны басып өтіп кететіні бар ғой. Сол тегі ашылмай қайта-қайта қантышып жатыр ғой тегі. Анам темірін қайта-қайта итеріп, жаңа itергеннен тура ана ненің бойымен екен да, жаңа жігіттер жақта ше. Түсінетін адамдар түсінеді да енді. Келдік. Ал енді қайға барамыз газ? О, боже, мама, я схожу с ума. Мынандай изданияларды мен бұрын соңды кинодан көргем. Жұмоңтың киносынан көргем. Нау енді нау атмосфера деген нау деген. Ей, қойықты айт. Ей. Мама екеуміздің көзіміз екі жақта отельдер іздеп жүріп, қонақ үйлерді. Қазір енді мама ең алғашқы рет осы жаққа келгенде қонған отельдің есіне түсіріп, осау деп келе жатырмыз. Ол мына алдымызда тұрған, анау тұрған отель болу керек деп алып келе жатыр айтыр мен мама. Қуысынан жаттап алғам дейді ғой мама. Ана жерде фабриктан бір жа өтіп кетті, мен айттым, мынау көше маған таныс деп. Елдер тамақтанып жатыр. Нерге мысалы қазір отельге не істесек, осы жақтан келіп тамақтанамыз, анашым я? Кешкі тамағымызды, ужинымыз. Өзбек шиктанға бармаймын, мен корейский тамақ жеймін. Корейский тамақтар ұнайды маған. Қазір қонақ үйге барып көрейік, не дейтінін бұл жақтың. Негізі бізге ертеңгі баратын жағымызға жақындауын алу керек еді. Отельді көрейік. Ойба. Европа. Біздің Қазақстан ғана отырған. Қонақ үйдің ішіне кіріп бара жатырмыз отельге. Ішінде не бар екен қазір? Примерно көрсетем барынша, я? Уни деп қойды мама айтыр. Ешкім жоқса салқын екен, ше? Қарасаң, капуста ғой біздің көгеріп жатыр ана қырсай. Морская капуста ше? Капуста, қатарынан 3-4 отельге кіріп шықтық. Біреусінде адам болмаса, екіншісінде адамы болса да, отельдер бос емес дейді. Пятница, суббота, воскресенье деген сияқты күндері өте аз орындар болады екен. Бөлмелер бос болмайды екен. Осындай бір тупик көшелерімен жүреді екенсің. Ей? Көше жоқ. Қайттық құрсын. Көше жоқ екен ғой. Біздің сол неміз ғой, қанымызда бар ғой. Бір жерге кірсек тесіп шығып кету керек ары қарай. Тауып қалатын шығар деп. Сөйтсек бұл жақта көше жоқ екен. Ендігі біздің мақсат бүгіндікке қонақ үй тауып алу. Бір күнге или екі күнге. Бір күнге шығар енді. Екі күнге деп не ағымақ қойын. Бүгіндікке ертеңге мүлде отельдер бос емес деп жатыр. Бос болса екен, табылып қалса дұрыс болатын еді, табылмаса қиын енді. Осындай жерлермен жүріп бара жатырмыз, өз көшелері осындай екен. Ар жақтан шығып кету керек болды. Анау тұрған біздің Көктөбедегі башня сияқты андай дәу бар еді ғой біздің Көктөбеде. Нандай. Құдай-ай, мынаяқта автобустар пробка болып тұр ғой. Анашым екеуміз бүкіл Кореяны айналып жүрік. Не отель таппай, не шошқаның еті қуырылмайтын, сатпайтын, сондай бір жақсы бір мейрамхана таппай. Әлі келе жатырмыз. Тек алдымыздан кездесер емес. Қайтсақ болады анашым? Білмеймін, шашакет. Нан алып жей салайықшы. Сөйтеміз ау сірә. Сірә қалай кетті жалпы? Менің оқырмандарым маған сен қазақша контент түсіріп жатырсың. Тек қана қазақша сөздерді қолдан дегеннен кейін осындай сөздермен сөйлесем қалай? Әлбетте дұрыс айтады. Әлбеттесі бар ма? Менің анашым, былай қарасаңыздар, әртіс. Актриса деп айтып бере жаздадым. Әртіс.
Номер один бізде. Кез келген әзіліңізге үстінен добавка қосып отырады. Обязательно. Онсыз болмайды. Никак. Никак деп орысша айтып қойдым, кешіріңіздер. I'm sorry деп ағылшынша сөйлеп кетсең, what деп ше. Алдындағындай бір. Бұлай тіке өтіп кетеміз анашым. Сөйтіп сондай. Енді бұл жақтың адамдары, қаласының қозғалысының өзі тез. Бұл жақта пали-пали деп айтады, тез-тез. Тез-тез жүру керек, тез-тез тамақ ішу керек. Келсең, таңғалатын нәрселер көп, өте көп. Жататын мотель таптық, қонақ үй таптық. Ендігі мәселе қарынды плотно тойғызып алу керек болып тұр. Енді соған енді өзбек шикітандарды іздеп жүрміз, жан-жағымызға қарап. Қазір ол табылса, бір қарынды тойындырып бар, бәрін ұйықтап қалған керек болып тұр ғой. Қаяқта бар екен енді? Ауқаш қалмады ма? Тамақ жоқ қой, көреді, аш қаласың ғой. Аш қалдық қой, көреді. Самса тек қана шашлық қана қалды дейді. Сабой беріңізші. Какой шашлык? Кесілген. Сабай қалай? Қаншаға дейін жұмыс жасайсыздар? Бара, миньон. Қаншаға дейін жұмыс жасайсыздар? 8 мың дейді. 8.000 ба? Көп па? Өзбек шикітандарды көрейік. Ананың іші салқын екен, рахат екен. Негізінде көп адам біле бермейтін факт айтайын сіздерге. Жоқта кәдімгі обычный кәріс халқыда өзбекский осындай ресторандардан келіп тамақтанады. Үйті тамақтың несін жейді десеңізші, плофын жейді, плов жейді, кәдімгі плов. Негіз жақсы. Неге осын қазақтар істемеске? Осын істеу керек, жасау керек. Оны кім істейді? Әрине біз істейміз, жастарды өтіп кетсең. Мен лағман жейін десем, шешем мен ойлап, ей, үстіңді бұлғайсың ғой, жалғыз ғана киіммен келдің ғой, дейді да маған. Сол себептен фартук тағып ал деп, фартук алғызып, деп, ей, дауысым естіліп жатыр ма? Деп отырып жеу керек болып тұр. Маманың плов дайын. Что-то пловтың түрі маған онша ұнамады. Ой, напишите бізде. Менің тамағым қазір келеді лағман. Ташкентский қызыл шайдан ұрып отырып қой, кәдімгідей отырып вообще. Жоқ ей, плов жемеймін. Ауыз тисе? Жоқ ей, сосын менің енді ауыз тиеш деп отырсыз. Ауыз тиме? Обязательно жынысың ба? Ондай болмайды ғой. Жеуіңіз керек. Деп қазір мен тамағым келсе, сен кітапты сияқты дейтін сәтсіз. Наплов деген ұдайлан бар. Дәмі деген. Зор екен, а? Өтпеп кеткен. Мекта кәдімгі осы Сеулдің тұрғындары кәріс халқа келіп тамақтанады екен. Көзім банк болып кеттім. Қалай болсын да деп ше. Нәқа енді маркетингпен әдемдеп қазақтың қазысын, етін, биш бармағын әкеп менюға кіргізсең бар ғой, ой болайын деп тұр ғой примерно. Сол жаққа қарайсың, бүйтіп оң жаққа қарайсың. Сонымен былай прямой ұрып кетесің ғой. Қарынды тойғызып алып кеттік енді. Таксимен барамыз ба сонымен? Қазір біз тура осындай видтен шығамыз. Қаланың қақ ортасы демесек те, былай қарасаң қақ ортасы сияқты. Айтшы бір бөле десеңізші. Үндемей қалып кеттім ғой, деп. Мынандай видте. Далалардың тұман болып тұрма дейтін жандарға жоқ, өзі погода өзі сондай. Осындай болып тұрады өзі погода. Көңіл күйіңді көтеріп жібереді да бір. Тем более азанмен шықсаң. Біздің сағыздар. Кеттік. Мультфильмдері бар еді ғой осындай. Кеттік, бірге шайнап көрейік. Дәміне реакция жібереміз қазір. Реакция көрсетеміз. Бүйтіп ашады екенсің.
Yok koyыңызшы. Ramen жеп отқандай деген дегеннес. Дейтін дым жоқ қой. Өзің де рамен дәмін жіберіп отырмын. Бұл жағандай ғой. Өте бересің беше қот қой бұл. Кореяда бірінші рет келдіңіз ғой деймін ма? Шуда біраз нәрсе жөнді білмей жатсыз. Таксиге отырып жатырмын саған. Алдына отыра берсең көрсетіп отырасың. Алдына болмайды. Қанша болды? 8500. 8500 вон болды. Сеулде өмір сүруге болады екен негізі. Көруге көздер ашық, сезуге көңіл ояу болып тұр оны. Анашым екеуміз тірліктерімізді кішкене жайландырып, жайғастырып, өз орнына қойып, реттеп. Неғып мәз болып келесіз. Жай-жайына қойып келатыр. Орын-орнына қойып саңасың, кәдімгідей шүкір айтыр. Енді қазір Сеулдің көшелерінде қақ ортасында анамыз екеуміз жолды сызып келатқан жайымыз бар. Мына жақта енді мотоцикл сататын жер сияқты мынау, қарасаңыздар. Сатпайды бұндар, айдап жүрген адамдар. Айдап жүрген адамдар бар екенін білем. Бірақ көптігінде енді бар ғой. Парковканың өзінде бір парковкада кішігірім. Мына жердің өзінде бір 30 шақты мотоцикл тұр. Велосипедтер деген пробка вообще. Алдын бір қалаға баратқан мен жұмыспен. Сол кезде ойбай, велосипеті бар, мотоциклі бар. Енді ананың ішінде кәдімгі базар сияқты, велосипед базары, мотоцикл базар сияқты анау жерші. Енді қазір мен қаяққа келе жатырмын деген сұрақ болып тұрған шығар сіздерде. Сіздерге мынандай бір зданияны көрсеткім келіп тұр. Ендеше қараңыздар. Мұқият. Не деген бір андай красота да. Бір өздерінің бір тарихи болмысын жоғалтпаған бір зданиялары ғой бір. Көктөбесіне бару керек еді. Сеулдің көктөбесі бар екен. Көрдік біз үлкен башняны. Анашым Данденумның тура жанне апарып берем мен сізді. Мен уже Сеулді біліп алдым. Мен местный адаммын. Маған сөйлемеңіз олай. Ойлаймын, мамам жүгіріп бара жатыр, прикиньші. Менің мамам жүгірді. Бойға кеге қанша бірінші рет көріп тұрмын жүгірген. Ана жерде тұрған типа сахна. Ана жақта елдер отырады, ана текпешектерде. Мына кішігірім сахна. Қайқа келдік айтайын ба? Қайқа келдік? Мына подземка мынаған кіресің ішіне. Бесконечный базар шы, сол ғой. Мына ұзыннан тұрған асты подвалы бар. Тіке сыза бересің. Здания тұр ғой. Ана здания тұр ғой. Сол зданияға дейін ғой асты. Прям жүре бересің. Мына беті де сондай. Ана зданияға дейін түбімен жүре бересің. Мынаның жердің астында туннелі бар. Туннелі бар. Тоқтаңыз ма? Тоқтасай. Жүре береміз, не қойш? Ешкім қарап тұрған жоқ па? Мынаның іші подземка кәдімгідей іші бір қала. Үлкен. Бітамай кетесің ішіне түссең. Менің анашым бір нәрсе көріп қалды. Бұл жақта маскының неше түрлі, неше түстілері бар. Қазақстандық ағайындар, достар, бауырлар, сіздерде де енді карантин басталып жатыр ғой. Бұл жақта әлі карантин нақты бұлай тоқтаған жоқ. Әлі маскада жүрміз барлығымыз. Сол үшін бізде бірінші алатын затымыз маска. Маскасыз никак болмайды. Солай ма? Жұмыста да сол, маска тақпасаң жұмысқа кірмейсің. Кейбір жұмыстарға енді маскасыз жүре беруге болады, сонда да бірақ олар маскаге қарайды. Маска алып алайық, толтырып маска аламыз, короче. Ане ашы. Очанан? 5000 дейді ғой ма? Аяқты 3000 деп тұр ғой, не үшін 5000 дейді олар? Бұл жақта карантиннің қатты болған соншалық маскаге дейін бисер қойып тастаған ғой. Әдемілеп ше су алып ала салайықшы ма? Міне су, жүр магазиннен су құйып аламыз, бұл мұздай.